соңғы оқиғалар және біз сөйлескен батыстың дуалау саясаткерлері болжампаздарының айтуында Қазақстан енді көпвекторлы саясатын тоқтатады. Осығанға дейін атамыз көпвекторлы саясат деген саясат жүргізді. Ол алқашпайы орысты да разы қылады. Жас арамза, ақшалы, зымиян ойнасы Қытайды да разы қылады. Батысқа да сенде демократсың, кереметсің деп ақшасын тығады. Еуропаны өкпелетпей тыныштандырады. Еуропаның магнаттары, банкерлері, үлкен саяси ойыншыларының аузына миллиардтап, триллиондап ақшаны тығып, оларды разы қылады. Америкада хай-тек компанияларын тартып, алпауыттар, магнаттар, президенттер, тіпті келесі президент болуы мүмкін адамдарды оларды разы қылып, сөйтіп аталмыш жезөкше саясатты көпвекторлы саясат дейді. Жезөкше саясат анау бір жаман құрған ауылдағы бір сылаңдаған мектеп директоры ма, орынбасар директор ма бір қатын болады ғой. Ауылдың әкімімен де ойнас, бас бухгалтермен де ойнас, бас полицеймен де ойнас, бас прокурормен де ойнас, бас киімбімен де ойнас, бәрін разы, банкермен де ойнас. Енді ауыл дегенде аудан облыс отыр. Әр қатын өз бүкіл бәрін разы қылады, өз бүкіл сол ауданның ең соңында бейресми әкімі сол бүкіл шаруа соғатынның қолынан өтеді. Баласы сотталатын болса, ол судья байына барып, баласын шешіп шығады. Баласы бәлелі болса, киімбі байына барып алып шығады. Банктен кредит алса, банкер байына барып, кредитін алып шығады. Сол ауданың, сол облысыңды, сол бір ойнас қатын бәрін шешкені сияқты, Қазақстанда сол дүние жүзіндегі қазіргі бір ойнас қатын болған еді. Оны көпвекторлы саясат деп еді. Ол сөйтіп, Америка қыса салғанда, мұнай, Гонконгте қазақ дейді оқиғасы, триллион шешті. Еуропа анау мұнау деп жазғыра бастағанда, деді. Мен сені ғана Шерлок Холмстың үйін сатып алайыншы, қанша 2 миллион ба? 2 миллион ба? Біз 200 миллионға сатып алайық дейді. Ол разы болып кетеді. Өзі 2 миллионға сатып алмай тұрғанда біздің сұмырайлар барады, 200 миллионға сатып алады. Англия Еуропаның банкрот болып жарияланғалы тұрған компанияларын 10 есе 100 есе бағаға сатып алады. Самұрық қазынаның ақшасымен. Неге? Сөйтіп Еуропаңда, Америкаңда, өз жердегі саясаткерлерде, магнаттарда бәрі разы. Ақшаның күшімен қазақ халқының қанын теспей сорып, сүліктей сорып, сүйегіңе дейін қырып отырып, сүйегіңнің ішіндегі ніліңді сорып алған сол ақшаңды жаңағы Еуропа, Американы разы қылуға, Путинді разы қылуға, Си Цзиньпинді разы қылуға шешіп, ортада өз жасап отыр, тағын сақтап отыр. Диктаторлық жүйе қалай тұр? Міне, сендер армандамаңдар, Каддафи мен Саддамды өлтірген, дарғасқан батыс бізге демократия орнатып береді деп. Батысың әулие емес. Батысың әулие емес. Батысың періште емес. Оның да анау қарсыласын дауласып жүріп, саяси додаға түсіп жүріп, қарсыласы мың сан ақ әдіс бола ма, қара әдіс бола ма, құртып жүріп, додада жең таққа келгендердің барлығы адам ірі экономикалық алпауыттарменен астасады. Оларда судай шашып жүріп билікке келеді. Мысалы, ақша болмаса, мысалы біз сол Қытайдың консулагер түрмесінен шыққанның бәрін Америкаға алдырайық дедік. Бірақ ақшамыздың жоқтығынан алдыра алмай отырмыз. Неге? Оларды humanitarian parole, яғни адамгершілік көмек дейтін визаны шешкізу үшін, сол құжатқа жүгіру үшін ақша керек. Аттап бассаң. Ол үшін бір адвокаттық ұйымға, лауфрым дейді, яғни осындай құжаттық жұмыстармен айналысатын лауфрым, заңгерлердің конторына, офисіне қаржы бересің. Осындай адамға осындай құжат жасамақшымыз, көмектесін. Ол сенімен келісімшартқа отырады. Кәдімгі осы жұмысты жүргізтеді. Сен мен барып, мен былай істей салайын дегеннен бітпейді. Ал оның жұмысы басталғанда $10,000 басталады. Басталғанда. Ары қарай біту бітпеу маңызды емес. Себебі ол сол заңгер бүкіл заңды біліп, ана бап бойынша, мына бап бойынша, мына адамды бейту керек, мынандай құжат жасату керек деп солар шешеді. Ал ол келгеннен кейін оған соны шақыртушы мекеме 1 жылға дейін тегін баспана, тегін үймен қамдауға мемлекетке кепіл болу керек. Біз қамдаймыз, ол мемлекетке масыл болмайды, көшеде қайыр тілемейді, супермаркет тұрдамайды, далада көшеде жатпайды, тиісті саяси белсенділігін тамамдағанша біздің қорғауда болады.
Ал осының бәріне қырғын ақша. Есептей бер, бір адамды алып Еуропа мен Америка. Оған біздің қаржылық мүмкіндігіміз жоқ. Бір 2 теңгені офиске баяғыда жинай қалғанда, бір 2 теңгені анау жаңағы жоқ жұтықке штрафқа жинай қалғанда дау-дамайдың астында болып, өсек жапырақтан көп, бәле топырақтан көп болып, даудың астында қалдық. Кейін бағындып отыр, ата жұртты қайтып сүйкімсіз көрсетем, жек көрішті көрсетем, қайтып тағы бір ебін тауып сотқа сүйрейм деп, ана аузынан от шашып Қытайдың аждаһары алдымызда тұрса, артынан қылышын жалаңдатып, ана қанға малынған қолынан қан тамшылатып, мына ата жұрттың қолдаушылар мүшелерін қайтып құртам деп Қытайшыл киім тұр. Ал мына жақтан қалың айғай шушы аттаншы жеке басының мәселесінен ұлттық мәселені биік көре алмайтын мына ата жұрт сұмырай болды. Ата жұртты құрса жерім кеңейді, ата жұртты құртсам, жамандасам, өлген әкем тіріліп келеді деп отырған қалың надан топас бар. Тіпті оның кейбіреу кезінде ата жұрттан жақсылық көрген, 5 жыл бойы жақсылық көрген де бар. Бірақ сол ата жұртты жек көріп, ата жұртты құртпай тынбайтын бір шайтани немен. Мақұл, жарайды, ата жұртты жаптың, бәрін құрттың, соттадың. Сосын саған не түседі? Не түсті сонда? Кім ары қарай Қытай тақырыбын көтереді? Кім шығады? Ата жұрттың ана мінін айттың, мына мінін айттың, ата жұрт құтқаруға емес. Ата жұртқа $1 миллион беріп тұрсың бай сайын. Офисін аша алмай отырған ата жұрт. Операторға ақша төлей алмай отырған ата жұрт. Бір ата жұртқа бір өзің есептеп көрші, сен бір 1000 теңге көмек жасап, ай сайын тұрақты түрде 1000 теңге салып көріп, содан кейін бар кеңірдегін қысып, ата жұрт оңбаған біздің үмітімізді орындамадың деп бір айтып көрші. Менің енді түсінбейтінім, бұл қазақтар өзі мініп отырған ағашты өзі балталайды, өзі мініп отырған бұтақты өзі балталайды. Өзіне 5 жыл бойы жақсылық істеген адамға өзі жала жабады. Мен иман сұрамайым олардан. Иманды Құдай сүйген құлына береді. Мен олардан ар ұят сұрамаймын. Ар мен ұятты да Құдай қалаған құлына береді. Мен олардан қулықты сұрайын, пысықтықты сұрайын, есепшілдікті сұрайын. 5 жыл маған жақсылық істеді. Енді алдағы 5 жылда тағы осыны кемігін сорам ғой, жақсылығын көрем ғой деп үміттенбейсің ба? Ал жамандап, ит қып тастадың, сосын ары қарай өзің отырған бұтақты өзің жардың, жоғарғы көтерілетін сатысын өзің шауып тастадың. Bir ажуа сурет бар ғой. Терең бір орда отырған бір адам, ана сатының көтерілетін ана баспалдағын шауып, отқа жылынып отыр. Ол ана сатыны басып көтеріп шығу керек қой. Жоқ, отқа жап. Тағы бір ажуа сурет бар. Темір тордың ішіндегі адам тұр. Ана жерде кілт тұр. Кілттің жанында нан тұр. Сөйтсе ол ана нанды тартып жатыр. Бұлай екенде мынандай темір решетка тұр. Кішкентай болған кілтте нанда екеу қолда жететін болып тұр. Ана екеу байланып жіппен ана жақтағы бір темір решетке байланып тұр. Нанды тартса кілт ары кетіп қалады. Нанды алады, болды кілт ары кетіп қалады. Кілтті тартса нан кетеді. Анау нанға қолын созып тұр. Ол әсіл аштыққа шыдап кілтті тартып есікті ашып шығып алып, содан кейін нан жемей ме? Жоқ, нанды жейді, болды ары қарай кілт жоқ. Бұл да ажуа суреттер. Тура сол сияқты.